Құрметті 9-шы сынып оқушылары мен сынып жетекшілерінің және ата-аналарының назарына. Сіздер үшін осы ақпан айында 1001 мақал, 101 жұмбақ интеллектуалды шоу өтетіндігін хабарлаймын. Бұл сайысқа әр сыныптан 3 ойыншы және 3 ата-анадан құралған бір ғана команда қатыса алады. Командаларға қойылатын шарт мынадай: міндетті түрде команданың аты және ұраны болуы қажет. Екінші, бірдей формада, яғни бір түстес костюм, немесе бірдей галстук, немесе шарф, тым болмай жатса, бірдей түсте бас киім болуы қажет. Және соңғы шартымыз, сайысқа қатысушы команда міндетті түрде дайындықпен келуі қажет. Сайыс 5 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең: 2 топқа да ортақ мақал мәтелдің бірінші жолын мен айтамын, екінші жолын команда табуы керек. Қанша көп тапса, сонша ұпайды әр команда өзіне жинайды. Екінші кезең: команда ойыншылары қарсылас командаға 3 мақал мәтелдің басын жасырады, ал қалған жартысын қарсылас команда табуы тиіс. Үшінші кезең: мен 2 топқа да ортақ 10 жұмбақ жасырамын. Әр тапқан жұмбаққа командаға ұпай беріледі. Төртінші кезең: 2 команда бір-біріне 3-3-тен жұмбақ жасырады, әр тапқан жұмбаққа ұпай беріледі. Және де 5-ші кезең ортақ логикаға қатысты. Яғни мақал мәтел картинка арқылы немесе смайликтер арқылы жасырылады. Сол жасырылған мақал мәтелді ойыншылар табуы қажет. Ұпай саны аз болған команда ойыннан шеттетіледі, ал ұпай санымен басым болған команда келесі турға жолдама алады. Осылайша барлық 9-шы сынып командалары сайысқа түсіп, ең мықты 100-ден жүйрік, 1000-дан тұлпар, яғни 1001 мақал, 101 жұмбақтың жеңімпаз сыныпты бірге анықтайтын боламыз. Сәттілік!